Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графигі. Яғни бүгінгі сабағымда осы тақырыпқа есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда 12-де 11 есептен бастайық. Бізде бұл жерде айтады, y тең f от x функциясының мәндер жиынын табу керек. Мен алдыңғы сабағымда көрсеткем, 12-де 4 есепте де дәл осындай есептер берілген. Оны да бір қарап шықсаңдар болады. Енді қараңдар, 12-де 11 есептің мен үшіншісін шығарып көрсетейін деп жатырмын. Үшіншісінде бізде f от x тең 5-тен 2-нің x қосылған 1 дәрежесі минус 1 деген функция берілген. Осы функцияның мәндер жиынын табу керек. Қараңдар, алдымен бізде өзі y тең a-ның x дәрежесі функция. Жалпы бізде көрсеткіштік функция, қарапайым көрсеткіштік функция осы, я. Осы функцияның мәндер жиыны y от y барлық оң сандар жиыны еді. Яғни бізде функция, яғни a-ның x дәрежесі бізде 0-ден үлкен болу керек еді мәндер жиыны. Сонда бізде қараңдар, a-ның x дәрежесінің орнында бізде не тұр? Міне, дәл мына тұр, я. Бізде дәрежесіне қараңдар, бізде аргументке 1 қосылып тұр. Аргументке 1 қосылып, немесе азайтылып тұрса, онда функцияның мәндер жиыны ол әсер етпейді. Бізде осы, яғни 5-тен 2-нің бізде x қосылған 1 дәрежесін аламыз да 0-ден үлкен деп ала саламыз. Енді бізде мынау есе y тең 5-тен 2 x қосылған 1 функциясының мәндер жиыны. Ал бірақ бізде функциямызда не істеп тұр? Минус 1 бар тағда, я. Сонда біз осы мына түрге келтіру үшін теңдіктің екінші жағынан да 1-ді азайтып тастаймыз. Сонда жазамыз 5-тен 2-нің x қосылған 1 дәрежесі азайту 1 үлкен 0 азайту 1 деп. Сонда міне 5-тен 2-нің x қосылған 1 минус 1 үлкен минус 1 болып өзі тұра береді. Сонда қараңдар, мынау берілген функциямыз, яғни міне f от x функциямыз осыған тең. Онда біз осының орнына нені қоямыз? F от x қоямыз. F от x-ымыз бізде қандай болып тұр? Минус 1-ден үлкен болып тұр. Сонда біздің функцияның, яғни мәндер жиыны бізде осын сан өсін сатын болсақ, міне минус 1-ді біз боямаймыз. Минус 1-ді себебі қатаң теңсіздік, минус 1-ден қандай болып тұр? Үлкен болып тұр, міне плюс шексізге қарай кетеді. Сонда бұның жауабы минус 1-ден басталып жатыр, плюс шексіздікте аяқталып жатыр. Яғни мәндер жиыны y от y-ымыз минус 1-ден плюс шексізге дейін кетіп жатыр. Ал енді қараңдар, 12-де 11 есептің мен 4-сін шығарып көрсетейін. Жалпы бізде y тең, мысалы y тең, яғни f от x тең a-ның x дәрежесі функциясы берілсе, осы функцияның мәндер жиыны, яғни a-ның x дәрежесі бізде 0-ден үлкен болу керек еді, міне осы мәндер жиыны 0-ден үлкен мәндерді қабылдайды. Сонда бізде не болып тұр бұл жерде? 3-тің x дәрежесі болып тұр, 3-тің x дәрежесі біз не деп аламыз? 0-ден үлкен деп аламыз, a-ның x дәрежесінің орнында. Бірақ бізде 3-тің x дәрежесінің алды минус. Сол мына минусқа келтіру үшін біз не істейміз? Бірінші минус 1-ге көбейтіп аламыз. Минус 1-ді 3-тің x дәрежесіне көбейтсек, минус 3-тің x дәрежесі үлкен, кіші теңсіздік қарама-қарсы қарай өзгеріп кетеді. Бізде теңсіздікті минус санға көбейткенде немесе минус санға бөлгенде теңсіздік қарама-қарсы қарай өзгереді. 0-ді минус 1-ге көбейтсек, 0-дің өзі болады. Ал енді бізде осыға не қосылып тұр? 1 қосылып тұр, я. Осы біз не керек? Мына түрге келтіруіміз керек. Сонда 1-ді біз не істейміз? Қосып жереміз. Сонда минус 3-тің x дәрежесіне де қосамыз 1-ді, кіші 0-ге де қосамыз 1-ді. Бізде мына екеуінің орнына ауыстырып ала салам, плюсын бірінші, минусын екінші жазып алам. Кіші 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады. Міне бізде берілген функциямыз кеп шықты, мына функция. Бұл неге тең? F от x-ға тең. Сонда f от x-ымыз қандай болу керек екен? 1-ден кіші мәндерді қабылдайды екен. Сан өсін сызатын болсақ, 1 бізде боялмайды, себебі қатаң теңсіздік. 1-ден қандай болып тұр? F от x-ымыз кіші болып тұр. Кіші болған кезде бізде минус шексіздікке қарап кетеді. Сонда бұл берілген функциямыздың мәндер жиыны минус шексіздікте басталып жатыр да, 1-де аяқталып жатыр. Яғни y от y тең минус шексіздіктен 1-ге дейін деген мәнді қабылдайды. Қалған екеуі де осыған ұқсайды, өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Ал енді 12-де 12 есеп шығарайық. Бұл жерде бізде не істеу керек? Салыстыру керек екен, я. 12-де 12 есептің мен екіншісін шығарып көрсетейін, я. Екіншісінде бізде мынандай екі өрнек берілген, осы екеуін салыстыру керек. Алдымен қараңдар,
былай жазып аламыз. Мынаны біз алттан бірді бізде, яғни бізде аның минус n дәрежесі болса, біз оны 1 бөлінген аның плюс n дәрежесі деп жазып алуға болатын еді, сонда бізде бір мына түрден мына түрге келтіруге болады. Яғни 1 бөлінген 6 дегеніміз 6-ның мына жерде 1 дәрежесі бар деген сөз. Ол біз 6-ның минус 1 дәрежесі деп жазып алуға болады. Бұның сыртында түбірасты 5 дәреже өзі тұра береді. Және 6-ның минус 2,25 дәрежесін жазып қоямыз. Дәреже сыртында дәреже болса екеуі не істейді? Көбейтіледі. Сонда 6-ның минус түбірасты 5 дәрежесі болады. Және бізде 6-ның минус 2,25 дәрежесі өзі тұра берсін. Енді қарандар, біз енді минус дәрежеден құтылу үшін жаңағыдай 1 бөлінген 6-ның дәрежесі түрінде жазамыз. Яғни сонда бұл мынау дегеніміз минус түбірасты 5-тен, яғни мына минустан құтылу үшін біз плюс дәреже қып жазып жатырмыз ғой, түбірасты 5. Яғни түбірасты 5-ті мен былай түбірден шығаратын болсам, бұл 2/100-ден жобалап, жуықтап, яғни 24-ті береді. 2/125-ке жетпейді. Сонда бұны біз 2/124 деп жазып алайын. Және бізде не бар? Мынаны да біз минус дәрежеден құтылу үшін 1 бөлінген 6-ның 2/125 дәрежесі деп жазып аламыз. Өзі бізде қарандар, енді біз салыстырған кезде негіз, яғни бізде аның x дәрежесі функциясында негіз, егер негіз бірден үлкен болатын болса, бірден үлкен болатын болса, онда функция бір сарынды өсіп беріледі. Ал егер 0 мен 1-дің арасындағы сан болса, онда функция кеммеледі. Сонда бізде 6, яғни бірден үлкен ғой, онда бұл бізде өседі. Бірақ бізде қарандар, бізде 6-ның кіші дәрежесі кіші болады, 6-ның үлкен дәрежесі үлкен болады. Бірақ бізде 1-ді кіші санға бөлгенде үлкендеу сан шығады, 1-ді үлкендеу санға бөлгенде кіші сан шығады. Сонда бізде бұл дегеніміз, қарандар, не істейді? Теңсіздік былай қарап тұрады. Яғни бізде 1-ді, мысалы 1-ді 2-ге бөлсек 0,5, 1-ді 3-ге бөлсек 0,3 болып кетеді ғой. Сол сияқты 1-ді кіші санға бөлген үлкендеу болады. Сонда бізде 6-дан 1-дің түбірасты 5 дәрежесі үлкен 6-ның минус 2/125 дәрежесінен болып тұр. Ал енді 12-де 12-ші есептің үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісіне мынандай екі өрнек берілген, екеуін салыстыру керек. Ол үшін қарандар, бізде негізі екеуі де бірдей болып тұр. Мен негізі қандай сан? 0-ден негізі, яғни а 1-ден үлкен ба, а 1 мен 0-дің арасында орналасқан ба, соны біліп алуымыз керек. Ол үшін бізде мына түбірден 3-ден түбір шығарамыз. 3-ден түбірден 1/173 шығады жобалап. Оны біз 4-ке көбейтетін болсақ 6/192 жобалап алғанда осы шығады. Енді біз оны 7-ден алатын болсақ, бізде 0/108 шығады. Жобалап мен осы түрде алып алдым. Сонда мынау бізде жобалаған кезде 0/108-ді береді екен. Оның минус 3/5 дәрежесі. Және мына жерде де дәл осы екеуі бірдей, бұл да 0/108-ді береді, оның 3/5 дәрежесі. Енді қарандар, бізде мынада минус дәрежеден құтылу үшін біз не істейтін едік? Оны 1 бөлінген дейтін едік та, 0/108-дің бізде 3/5 дәрежесі деп жазып алатын едік. Мынау есе бізде не болады? 0/108-дің 3/5 дәрежесі өзі тұра береді. Енді қарандар, мынау бізде бұл дегеніміз, яғни бізде не болады? Қарандар, 1 бөлінген өзі тұра береді. Мынаны бізде 100-ден 8-ді 1 бөлінген 8 бөлінген 100 деп жазып аламыз. Бұның жақшаның сыртында 3/5 дәрежесі бар. Енді қарандар, бұлна екеуі қысқарады, 4-ке қысқарады, 2 болады, мынау есе 25 болады. Мына жағы есе өзі тұра берсін, 0/108-дің 3/5 дәрежесі болып. Сонда бұнау 1 бөлінген, енді мен жобалап көрсетіп жатырмын, 25-дің 3/5 дәрежесі, мынау да 3/5 дәрежесі. Енді қарандар, бізде санды бөлшекке бөлген кезде бөлшектің бөлімі мынаған көбейтіліп кетеді. Сонда бұл 25-дің 3/5 дәрежесі бөлінген 2-ның 3/5 дәрежесі болады да, мына жақта 0/108-дің 3/5 дәрежесі. Сонда бұны жақшаның сыртына дәрежені шығарып жіберетін болсақ, 25 бөлінген 2-ның 3/5 дәрежесі, мынау есе 0/108-дің 3/5 дәрежесі. 25-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 12/15, 12/15-дің 3/5 дәрежесі үлкен ба, 0/8-дің 3/5 дәрежесі үлкен ба? Сонда бізде қайсы үлкен? Үлкен санның дәрежесі үлкендеу болады. Сонда бізде, яғни бізде мына өрнектен үлкен болады екен.
сөйтіп үлкен деп мына жаққа қарай жазып қоя саласыңдар. Болды. Қараңдар, төртіншісі дәл осындай. Оны өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. 12-де 13-ші есеп. Бізде y тең j(x) функциясының ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар. 12-де 13-ші есептің бізде мен біріншісін шығарып көрсетейін. Қараңдар, біріншісінде бізде мынандай өрнек берілген. Бізге айтады, осы функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар дейді. Функция бізде 0-ден басталатын еді, плюс шексізге аяқталады еді. Яғни бізде a-ның x дәрежесі, яғни y тең a-ның x дәрежесі функциясының мәндер жиыны бізде y от y неден басталу керек еді? Тек оң нақты сандар жиынына тиісті еді. Енді қараңдар, бізде косинус x дәрежеде, бірақ бізде косинус x беріліпті. Бізде косинус x-ымыздың өзі минус 1 мен плюс 1-дің арасында ғана орналасады. Себебі косинус x функциясының графигі бізде координаталар бас нүктесіне қарағанда, ой үргесіне қарағанда симметриялы, ол бізде былай минус 1 мен плюс 1-дің арасында кете беретін еді. Сонда бізде косинус ешқашан 1-ден асып кетпейді, минус 1-ден кеміп кетпейтін еді. Сонда бізде оны не істейміз? Дәрежені минус 1 мен плюс 1-дің арасында ғана. Сонда бізде ең кіші мән не болып тұр? Минус 1 болып тұр, я? Сонда j от x-ымыз бізде 3-дің минус 1 дәрежесі болады да, бұл дегеніміз 1 бөлінген 3 болады, я? Ал енді біз не істейміз? Ең үлкен мәні 1-ді қойып көреміз. Яғни қараңдар, ең кіші мәнін табу үшін косинустың ең кіші мәні мен ең үлкен мәнін қоямыз. Себебі косинус минус 1 мен плюс 1 аралығында ғана қамтиды. Ең кіші мәні минус 1, ең үлкен мәні плюс 1 болады. Минус 1-ді қойған кезде бізде 3-тен 1 болды, ал 3-тің 1 дәрежесі қойған кезде бұл 3-тің өзі болады. Сонда бізде бұның арасында да сандар бар, оларды да қоюға болады, бірақ бізде ең кіші және ең үлкен мәндерін тап деп жатыр. Сол үшін ең кішісі мен ең үлкен мәндерін қойдық. Ең кішісін қойған кезде 3-тен 1, ең үлкен қойған кезде 3 болып тұр. Сонда функцияның, яғни жауабы ең кіші мәні 3-тен 1, ең үлкен мәні 3 болып тұр. Дәл осы сияқты екіншісінде өздерің осыған қарап шығарасыңдар. Мен үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісінде бізде j от x тең бізде 8-ден 1-дің неше дәрежесі берілген? 2 синус x дәрежесі берілген. Бұл жерде де қараңдар, дәрежеде синус бар, я? Бізде синус x-ымыз 1-ден кіші, минус 1-ден үлкен. Осы аралықта ғана мәндерді қамтиды. Сонда ең кіші мәні минус 1 ғой, минус 1-ді қойып көреміз. Сонда 8-ден 1-дің j от x, яғни тең дейміз, 8-ден 1-дің 2 көбейтілген минус 1 дәрежесі деп аламыз. Бұл дегеніміз 8-ден 1 өз тұра береді. 2-ні минус 1-ге көбейтсек минус 2 болады да, бізде енді бөлшекті минус дәрежеден құтылу үшін бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстырып плюс дәреже қылып жазып алуға болады еді. Сонда бұл дегеніміз 8-ді 1-ге бөлсек 8-дің өзі болады, оның 2 дәрежесі бізде 64 болады. Міне бұл бір мәні. Енді 1-ді апарып қоямыз. Жаңа минус 1-ді қойдық, енді плюс 1-ді. j от x тең дейміз, міне 8-ден 1-дің 2 көбейтілген 1 дәрежесі деп жазамыз. Енді қараңдар, бұл деген 8-ден 1-дің 2 дәрежесі өзі болады да, ол 64-ден 1 болады. Сонда қараңдар, функцияның ең үлкен мәні 64, ең кіші мәні 64-ден 1 болып тұр. 12-де 14-ші есеп. Бізге айтады, v тең, мысалы 5, 3, 2, 4 болған кезде мына өрнектің мәнін табу керек. Ал енді 12-де 14-ші есептің біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізге айтады, v тең 5 болса, онда мына өрнектің мәнін тап дейді. Алдымен біз берілген өрнекті ықшамдап алуымыз керек. Жазып алайын. v-ның 2 дәрежесі, көбейтілген түбірасты v-ның 5-тен 1 дәрежесі, көбейту v куб көбейтілген түбірасты v-ның жақшаның сыртында 7-ден 1 дәрежесі деген өрнек берілген. Осы өрнекті ықшамдап алуымыз керек. Алдымен мына v-ның 2 дәрежесі өз тұра береді, мына түбірді мен дәреже түрінде жазып аламын. Бізде квадрат түбір дегеніміз кез келген санның квадрат түбірі, ол сол санның 2-ден 1 дәрежесін беретін еді. Сонда бұл деген v-ның 2-ден 1 дәрежесін береді. Бұның сыртында бізде неше дәреже бар? 5-ден 1 дәреже бар. Көбейту мына v-ның да 3 дәрежесі тұра береді. Мына түбірасты v-ның 2-ден 1 дәрежесі деп аламыз да, бұның сыртында бізде 7-ден 1 дәреже бар. Тең, енді қараңдар, негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрса, бізде негіз жазылатын еді, дәрежелер не істейтін еді? Қосылатын еді. Бұның жақшаның сыртында 5-ден 1 дәреже өзі тұра берсін. Көбейту мынада да сол негізді жазамызса, дәрежелер негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрма, негіз жазылады да, дәрежелерді қосамыз міне.
Бұның сыртында 7-тен 1 дәреже өзі тұра береді. Енді қосқан кезде қараңдар, мына астында 1 бар деп ойлаймыз, иә? Екеуіне ортақ бөлім не керек, не болады? 2-нің өзі болады да, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден теді, 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады, екеуі қосылып, бізде не шығады? 5 шығады. Бұның сыртында бізде тағы да 5-тен 1 дәреже бар. Көбейту, бізде мынанда дәл солай 3-тің астында 1 бар деп ойлаймыз да, не керек? Екеуіне ортақ бөлім береміз. 1 мен 2-ге ортақ бөлім 2-нің өзі болады. 2-ні мына 1-ге бөлсек, мынаған 2-ден, 2-ні 2-ге бөлсек 1-ден теді. 2-ні 3-ге көбейтсек 6, 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады. 6-ға 1 қосылып, бізде не шығады? 7 шығады. Бұның сыртында бізде 7-ден 1 дәреже өзі тұра береді. Енді қараңдар, бізде мынау дәреже сыртында дәреже болса негіз жазылатын еді, дәрежелер көбейтілетін еді. Сонда бізде 2-ден 5-ті біз көбейтеміз 5-тен 1-ге. Көбейту мынада да сол дәреже сыртында дәреже ма, негіз жазылады, дәрежелер не істейді? Көбейтіледі. Сонда 2-ден 7-ні 7-ден 1-ге көбейтеміз. Көбейткен кезде қараңдар, 5 пен 5 қысқарып кетеді, 1-1 қалады. 2 мен 1 қысқармайды. В-ны жазамыз да, дәреже алымда қалған алымына көбейтіп, бөлімде қалған бөліміне көбейтіп жазып қоятын едік, иә? Мынада да В-ны жазамыз да, мына жерде 7 мен 7 қысқарып кетіп, 1-1 болады, 1-ге 1 көбейтіліп 1 болады, алымда 2-ге 1 көбейтіліп 2 болады. Сонда қараңдар, екеуінде де енді тағы да не болып тұр? Негіздері бірдей болып, екеуі көбейтіліп тұр. Бұл жер дәрежелер де бірдей болып тұр. Онда да біз негізді жазамыз да, дәрежелер не істейміз? Екеуін қосып жібереміз. Сонда негіз жазылады, 2 өзі ортақ бөлім болады, 1 мен 1 қосылып, бізде не керек? В-ның 2-ден 2 дәрежесі болады. 2-ден 2 дегеніміз ол 1-ді береді да. Тең В-ның 1 дәрежесі бізде В-ның өзін береді. Енді қараңдар, біз тең дейміз енді. Себебі бізде В-ның мәні бар. В-ның орнына нені қойып қоямыз? В 5-ке тең екен 5-ті қойып қоямыз, болды. Сонда бізде В тең 5 болған кезде мына өрнектің мәні де бізде 5-ке тең екен. Осы сияқты қалғандарында шығарамыз. Ал қараңдар, енді 12-де 14-ін жететін мен 4-сін шығарып көрсетейін. 4-сінде В тең 4 болған кезде өрнектің мәнін тап дейді. Мына өрнекті жазамыз да, тең дейміз. 6 мен бұл өрнекті ықшамдап аламыз. В өзі тұра береді. Бізде мына 4 дәрежелі түбір астында В. Яғни бізде n дәрежелі түбір астында А болса, ол дегеніміз А-ның n-нен 1 дәрежесін береді. Сонда бұл дегеніміз В-ның 4-тен 1 дәрежесін береді. Бұның сыртында бізде неше дәреже бар? 5-тен 8 дәреже бар. Көбейту, мына жерде де қараңдар, В-ның 2 дәрежесін жазып қоям. Мына 5 дәрежелі түбір дегеніміз ол В-ның 5-тен 1 дәрежесі деген сөз. Бұның жақшаның сыртында 11-ден 5 дәреже өзін жазып қоямыз. Енді қараңдар, мына негіздер бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрма, ол кезде негіз жазылады да дәрежелер қосылады. Мына В-ның бізде ешқандай дәрежесі жоқ, 1 дәрежесі бар деп ойлаймыз. 1-ге бізде 4-тен 1 қосылады. Бұның сыртында бізде 5-тен 8 дәреже өз тұра береді. Көбейту дейміз да, мынаны да дәл сондай В-ны жазып қоямыз. Міне негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрма, негіз жазылады да дәрежелер не істейді? Қосылады міне. Бұның сыртында мынау 11-ден 5 дәреже өзі тұра береді. Енді В-ны жазамыз, дәрежесін қосамыз. Қосқан кезде мына 1-дің астында 1 бар деп ойлаймыз. 1 мен 4-ке ортақ бөлім 4-тің өзі болады. Яғни қосқан кезде ортақ бөлім беріледі. Жай бөлшектерді, иә? 4-ті 1-ге бөлсек, мынаған 4-тен, 4-ті 4-ге бөлсек, мынаған 1-ден теді. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, қосу 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады. Көбейту мына 5-тен 8, жақшаның сыртына 5-тен 8 дәреже жазып қоя салайын. Көбейту мынада да сондай, В жазылады, дәрежелер қосылады, иә? Яғни бізде мына 2-нің астында 1 бар деп ойлаймыз да, екеуіне ортақ бөлім 5-тің өзі болады. 5-ті мына 1-ге бөлсек, мынаған 5-тен, 5-ті 5-ге бөлсек 1-ден теді, көбейтеміз 10, қосылған 1 болады. Бұның сыртында бізде 11-ден 5 дәреже өзі тұра береді. Енді қараңдар, тең. В-ны жазып қоямыз. 4 дәреже өз тұра береді. Қосылып 5 дәреже болады. Қараңдар, дәреже сыртында дәреже болса екеуіне істейтін еді, көбейтілетін еді. Сонда көбейтіп жібере саламын 5-тен 8 дәрежеге. Көбейту мынада да сол. В-ның 5 дәрежесін, 5-тен 11 дәрежесін көбейтемін 11-ден 5 дәрежеге. Көбейткен кезде 5 пен 5 қысқарып 1-1 қалады. 8 пен 4 қысқарып мынау 1, мына 2 болады. Сонда бізде бұл В-ның 1-ді 2-ге көбейтсек 2, 1-ді 1-ге көбейтсек 1. Яғни бұл 2-ні береді, 2 дәрежесі қалады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақтар түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Тең В-ның
2-ні бірге бөлсек 2-нің өзі көбейту v-ның бір дәрежесі болады да. Енді қараңдар, негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрма, негізді жазамыз да дәрежелерді қосамыз. Сонда v-ның 3 дәрежесі болады. Міне біз өрнекті ықшамдап алдық. Енді осыдағы v-ның орнына нені қоямыз? V-ның мәні 4-ті қоямыз. Сонда 4-тің 3 дәрежесі болады. 4-тің 3 дәрежесі дегеніміз 4 көбейту 4 деген сөз. Ол бізде нені береді? 64-ті береді, болды. Сонда v тең 4 болған кезде мына өрнектің мәні 64-ке тең екен. 12-де 15-ші есеп. Бұл жерде y тең f от x және y тең g от x функциялары графиктерінің қиылысу нүктелерін графиктік тәсілмен көрсетіңдер деген, я. Бұл есебіміз бізде 12-де 9-ші есепке ұқсайды. Мен 12-де 9-ші есепті алдыңғы сабағымда салғамын. Сол есепке қарап шығарсаңдар болады. Оның сілтемесі мен қазір описанияға қойып кетемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар.